Баршаңызға сәлем достар. Бүгін мен сіздермен үй жағдайында жасалынатын фаршталған бұрыш, яғни голубцидың жасалу жолымен бөліскім келеді. Бізге қажетті заттар: тартылған ет, тартылған сиыр еті, болгар бұрышы, 2 дана пияз, 1 дана картоп, 1 дана сәбіз және 1-2 тісше сарымсақ қажет болады. Ең алдымен тартылған етімізді ыдысқа салып, одан соң пиязымызды турап аламыз. Маған пиязды барынша ұсақтап тураған ұнайды. Яғни ол өз қалауыңызша пиязды турайсыз. Жалпы біз бұл тағамсыз жазды елестете алмаймыз, өте дәмді, яғни біз өте жиі жасайтын тағамдардың бірі. Және күрішімізді жуып тазалап, пияздың үстіне саламыз. Одан соң жарты ас қасық тұз саламыз. Және қара бұрыш қосамыз. Және мен тартылған етке арналған осындай дәмдеуіш қосып жібердім. Оны өздеріңіз білесіздер, қоссаңыздар да, қоспасаңыздар да. Және 2 ас қасық сұйық май құямыз. Міне енді барлығын қолымызбен жақсылап мыжып араластырамыз. Бұл тағамды біз жаз мезгілінде өте жиі жасаймыз, өте дәмді, тойымды тағамдардың бірі. Міне осылай жақсылап араластырып болған соң тазаланған, ашылған болгар бұрышының ішіне салатын боламыз. Қатты тығызлап салудың қажеті жоқ, өйткені біздің қазір күрішіміз піскенде ісінеді. Сол кезде өте әдемі болып піседі. Қатты тығызсаңыздар, ол кішкене тығыз болып, қатты болып қалады ішіндегі салмасы. Видео сіздерге ұнап жатқан болса, видеоға лайк басып, менің каналыма тіркеліп, басқа да видеоларымды жіберіп алмас үшін қоңыраушаны басуды ұмытпаңыздар. Міне барын салып шықтық. Енді отқа қазанымызды қойып, үстіне май құямыз. Және пиязымызды салып қуырамыз 2-3 минут. Және 1-2 тісше сарымсағымызды қосып жібереміз. Бұл біздің тағамымызға өте керемет дәм береді, бірақ ол қатты міндетті емес. Сәбізімізді саламыз. Оны да 1-2 минуттай қуырамыз. Одан соң картопымызды саламыз. Тағы да оны қуырамыз. Жарты шай қасық тұз саламыз. Жарты шай қасық паприка дәмдеу үшін саламыз. Тағы да 1-2 минут қуырамыз. 1 ас қасық томат пастасын қосамыз. Оны да 1-2 минут жақсылап қуырамыз. Енді үстіне суымызды құямыз. Қатты толтырып емес, жартылай құямыз, өйткені қазір фаршталған бұрыштарымызды салғанда біздің суымыз көтеріледі. Енді міне фаршталған бұрыштарымызды барлығын салып шығамыз. Мен болгар бұрыштарын осылай барлығын аударып шықтым. Егер су аз болатын болса, кішкене тағы да су құйып жіберіңіздер. Және суымыз қайнаған соң оттың астын кішкене басып, бетін жауып 45 минутқа пісіретін боламыз. Міне біздің фаршталған бұрышымыз дайын болды. Өте дәмді болып шықты. Жасап көруге кеңес беремін. Астарыңыз дәмді болсын.